Павлодар облысындағы автожолдардың жалпы ұзындығы 4972 шақырымды құрайды. Оның ішінде 1000-жарымнан астамы республикалық маңызы бар жолдар. Жыл сайын күре жолдарға кезең-кезеңімен жөндеу жұмыстары өткізіледі. Әйтсе де кейбір учаскелері сын көтермейді. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде өткен брифингте айтылды. Экранға зер салайық. Тас жол елімізде өзекті тұрған мәселелердің бірі. Жыл сайын жолдарды күтіп сақтауға республикалық бюджеттен қыруар қаражат бөлінеді. Жолдардың шұңқыр тесіктерін жамаған мердігер компаниялар 2-ден 5 жылға дейін кепілдік береді. Ал асфальт-бетон жұмыстары 10 жылдан 12 жылға дейін жарамды болуы тиіс. Әрине, ауыр жүк көліктері тас жолдардың талқанын шығаратыны жасырын емес. Жалпы Павлодар облысының асфальт жолдары тәулігіне 88 422 көлік өткізуге шыдайды. На сегодняшний день активность значительно увеличилась. Бүгінгі таңда аймағымызда көліктердің жүру қарқындығы сезіледі. Осыған орай бізді көбінесе жөндеу жұмыстарын жүргізу керек, учаскелері алаңдатады. Мысалы қазір Успенка Шарбақты аудандарына апаратын тас жолға ремонт өткізу керек. Себебі бұл бағытқа қатынайтын жолда салмақ сезіледі. Межеден тыс ауыр жүк артып алып, ары-бері жүйткитін салмақты көліктер жөнделген жолдарды бір жылға жеткізбей шұрық тесік қылады. Оны қайтадан жамап жасқау қосымша шығын. Көлік инспекциясы артық салмақпен жүретін көлік жүргізушілерін айыппұл салғанмен толастар емес. Әсіресе Баянауыл бағытындағы тас жолдарда жүк көліктері көп жүреді. Дорожными органами, управляющими. Аймағымызда көлік бақылау инспекциясы ауыр жүк машиналары жиі өтетін учаскелерін анықтады. Бұл Беловка, Қалқаман, Майқайын, Екібастұз, Баянауыл, Үміткер, Ульяновский бағытында қатынайтын жолдар. Бұл бағытта да үнемі жеңіл жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Өткен жылы көлік бақылау инспекциясы мамандары 15427 жүк машинасын тексеруден өткізіп, жүргізушілерге 98 миллион теңгеге айыппұл салған. Әйгерім Тоқпанқызы, Ерлан Омашев, Ертіс ақпарат.